Ахмет Байтұрсынұлы ұлттық тарихымызда ешкіммен салыстыруға болмайтын ерекше тұлға. Ахмет Байтұрсынов қазақ тілтану ғылымының атасы. Өмір жолы. Ахмет Байтұрсынов ұлттың ұлы ұстаз, ағартушы ұстаз, тілші ғылым, аудармашы. Ахмет Байтұрсынұлы 1872 жылы Торғай уезінің қазіргі Қостанай облысы Тосын болысында дүниеге келген. Әдебиет саласындағы алғашқы зерттеуі деп оның қазақ газетінің үш салында шыққан қазақтың бас ақыны деген көлемді мақаласын атауға болады. Ахмет Байтұрсынов 1917 жылы өз пікірлестерімен бірге Алаш атты партия құрды. Газет қазақ халқының ұлттық санасын оятып, азаттық күреске шақырды. Қазақ тілі мен кітабын жазған, қазақ тілінің негізін жасап, қазақ мектебінің іргетасын қалаған алғашқы адам Ахмет. Жақсы әліпби тілге шақ болу керек. Ахмет Байтұрсынұлының оқулықтары. Назарларыңызға рахмет.